Біріншіден бұны бір-бірімізге конкурент ретінде қарастырмау керек. Бұл бір-бірін толықтыратын маршруттар деп қараймыз. Өйткені Қырғызстан территориясынан өтетін жүк көлемінің өзінің шектеуі бар, Қазақстан өтетін жүк көлемінің шектеуі бар. Бұл жерде мәселе тұрған жоқ. Мына тауарлардың бәрін Қырғызстан арқылы өткізіп, біздер жаңағы жүк тасымалсыз қаламыз деген мәселе жоқ. Бұны Қытай мемлекеті, Қытай Халық Республикасымен қаржыландырып отыр. Сондықтан бұлар біледі, әр ненің маршрутқа кететін жаңағы нагрузканы біледі. Сол себепті бұл жерде бұл екеуі бірін толықтыратын маршруттар, екеуіне жүктелетін жаңағы әртүрлі несі тоннаждары. Сондықтан бұлар бір-бірін толықтырушы және бір-біріне көмек көрсетуші, немесе кейбір кезеңде, мысалы өткенде біздер білесіздер, Қорғаста көп тауарлар тұрып қалды. Сол кезде мысалы осындай жаңағы тауарлар тұрып кептелісін болдырмау үшін Қырғызстан арқылы балама маршруттармен жіберіп отырған бұл өте тиімді. Жоқ, кез келген халықаралық қатынастардағы ең басты принцип мемлекеттердің бұл көрші мемлекетпен татудан өмір сүру. Қырғызстанның өзінің көршілері көп емес, соның ішінде Қазақстан бар, Өзбекстан бар, Тәжікстан бар. Бұл жерде ең басты инвестиция салып отырған Қытай. Сондықтан Қытай мен Қырғызстанның қарым-қатынасының тығыз болуы, Қытайдың Қырғызстанға экономикалық жағынан жаңа ішкерлей көбі енуі, бұл сол кезде экономикалық заңдылық, бұл саяси заңдылық.